Петропавлдан Жезқазғанға қатынайтын жүргізушілер жанын шүберекке түйіп жүреді. Өйткені бұл бағыттағы трассаның сапасы сын көтермейді. Жол 20 жылға жуық жамала бергендіктен әбден тоз-тозы шыққан. Биыл жауапты сала өкілдері оның 200-ден астам шақырымын тегістеп ретке келтіреміз деп отыр. Жөндеу қашан аяқталады? Тақырыпты осы аймақтағы әріптесім Самат Қайырденұлы баяндасын. Бұл Петропавл Жезқазған бағытындағы республикалық трасса. Өткен ғасырда салынған жол Ұлытау, Қостанай, Ақмола және Солтүстік Қазақстан облысын байланыстырады. Теріске аумағында соңғы рет оған 2005 жылы күрделі жөндеу жүргізілген. Содан кейін тек жамалып келген. Жолдың сапасы өте нашар, бөлініп қалған. Қазір бір барып келгенсін обязательно ходовка қаратамыз, жөндетеміз. Былтыр жартылай жөндеуде. Оның өзі енді көп жүретіндер айтып отыр ғой, сапасыздау талап ететініміз сол бір. Жақсы жол салып берсе екен деп ойлаймыз. Тақтайдай қылып. Бұл трассада қозғалыс көп, шамамен тәулігіне 4000-ға жуық көлік әрлі-берлі қатынайды. Сапасыз жолдың кесірінен жүргізушілер уақыт жоғалтады. Ойдым-ойдым жол жұртты сергелденге салғаны рас. Налоги платим. Салықты уақытында төлейміз, бірақ жол жоқ. Жеке өзім көлігімді соңғы 2 жылда 3 мәрте жөндеттім. Дөңгелектерінде бірнеше рет ауыстырдым. Мұның барлығы тап-таза шығын ғой. Қазавтожол мамандарының айтуынша, биыл өңірде бұл трассаның 217 шақырымы тегістеледі. Қазір проблемалық учаскелерде жұмыс қарқын алды. Сәтін салса, барыс қазан айында аяқталады деп жоспарланып отыр. Орташа жөндеу жұмыстарын атқарып жатырмыз. Ол бізде 7 мердігер компания. Осы участок бойынша бізде енді 2 қабатты асфальтобетон жамылғысы болады. Основание ценда рециклированиемен болады. 20 сантиметр автопавильондары ауыстырылады. Бүкіл жол белгілерін ауыстырамыз. Облыста республикалық жолдың жалпы ұзындығы 1970 шақырым. Оның 83% бүгінде қанағаттанарлық жағдайда. Биыл аймақта маңызды деген 4 жоба жүзеге асып жатыр. Ол үшін ел қазынасынан 37 миллиард теңге бағытталды. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, 7-ші арна.